Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге пигоди рецептін ұсынатын боламын. Қызып тұрған табада капуста мен пиязды жақсылап қуырып аламыз. Оны фарштың үстіне салып, үстіне тұз, дәмдеуіштерін сеуіп араластырамыз. Ашыған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, жұқа етіп жайып, үстіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығатын боламыз. Барлығын түйіп болғаннан кейін мантоваркада 40-45 минут буда пісіріп алатын боламыз. Осымен пигоди дайын. Ащы сәбіз салатымен ұсынуға